Қайырлы таң. Таңғы асқа каша желінбей кетті ме? Онда осындай творожный сырники дайындауға кеңес беремін. Балаларға өте ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сырниктің формасы жақсы ұсталу үшін сүзбеміз құрғақ болуы қажет. Ол үшін марлыға сүзбемізді қойып, артық суын алып тастаймыз. Немесе, егерде уақытыңыз көбірек болса, ситаға салып, бетін бастырып қойсаңыз болады. Өте жақсы әдіс. Сүзбенің майлылығы маңызды емес, кез келген майлылықты алсаңыз болады. Мен осы жолы өте ұсақ помолдағы сүзбені алдым. Зернисті сүзбеден жасалынған сырники өте үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Олай жасасаңыздар да болады. Құрғақ сүзбемізге жұмыртқа, қант, тұз және ванильді қант қосып, жақсылап бір келкі массаға дейін араластырамыз. Міне қоспамыз сұйықтау болып келеді осындай. Енді 2-3 ас қасық ұн қосамыз. Немесе тура осындай мөлшерде манная крупа қоссаңыздар болады. Маған манная крупамен көбірек ұнайды. Енді тағы да жақсылап араластырып, ақырындап сырники дайындап бастаймыз. Масса қолға жабыспау үшін кішкене ұн немесе манная крупа себеміз және массамызды ақырындап дөңгелетіп, сырник формасын береміз. Мен үнемі ас үйде қолға перчатка киемін, бірақ егерде сіздер кимесеңіздер де сырники қолға жабыспайды. Маған өзіме осылай перчатка киіп жұмыс жасаған ыңғайлы, сол себепті оған мән бермесеңіздер болады. Кондитерлік лопатка немесе қарапайым пышақпен бірнеше бірдей бөлікке бөлеміз. Және де әр сырникиімізді қолмен немесе жаңағы лопатканың көмегімен дөңгелетіп шығамыз. Сонымен қатар сырникидің формасы әдемі дөңгелек біргелкі шығу үшін көбінесе стаканмен алып айналдырады. Мен үй жағдайында және өз отбасыма таңғы асқа дайындағандықтан оған аса мән бермеймін. Қолмен және лопатканың көмегімен өсіп дөңгелетіп жасаймын. Міне формасы осындай болып шығады. 200 граммнан міне осындай 7 сырник шықты. Венецияда пісірсеңіз де болады. Бір ас қасық май құйып, барлық сырниктарымызды қойып, орташа отпен әр жағын 5-7 минут пісіріп аламыз. Міне тез арада сырникиіміз дайын. Енді әсемдеп столға қойсақ болады. Мен ол үшін көбінесе шоколад, варенье қолданамын. Сонымен қатар қаймақ, сгущенное молоко, түрлі сироптар, джемдер және қазір жеміс-жидектің пісіп жатқан уақыты кез келген жеміс жиде қосып берсеңіздер болады. Мына фрагментте шоколадтың 2-ші порциясы қосылып жатыр. Менің 1-ші порциям балаларға аздау болып көрінді. Міне өздері толықтырып жатыр. Осы сияқты сырникиді сенбілікте балаларыңызбен бірге отырып дайындасаңыздар болады. Бірге жасаған ас дәмдірек және қызығырақ болады. Астарыңыз дәмді болсын.